Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін мектеп дефектологы диагностиканы қалай жүргізеді, қандай этаптардан тұрады, сол бойынша ақпарат беретін боламын. Жалпы әрбір маман бізге ПМК заключениесі бар бала келгенде, оның қорытындысын ала отырып, өзіміз қосымша диагностика жүргізуіміз қажет, міндетті түрде. Біз жұмысты сентябрьден бастаймыз, сол уақытта 2 апта бізде диагностика жүргізу кезеңі болады. Ол уақытта әрбір маманның қолында мынандай сараптама болу керек. Бұл барлықтарыңызда бар деп ойлаймын. Және де бұл сараптама бойынша біз қалай диагностиканы ұйымдастырамыз. Бұл жерде баланың өз-өзіне қызмет көрсетуінен бастап, қабылдауы, ақыл есінің даму деңгейі, ойлауы, зейіні, қиялы, ұсақ ірі моторикалары, олардың тыныс алу деңгейіне дейін жазылуы керек. Ал енді оны біз қалай тексереміз? Жалпы алдымызға бала келді. Ол есіктен кіріп келгеннен бастап, бала қалай келді? Партаға отырды ма, немесе кабинетті аралап кетті ме, сізбен сәлемдесті ме? Осыдан бірінші диагностикамыздың деңгейі басталады. Яғни, баланы келгеннен бастап, біз мектепте оның қалай жүргенін тексере алмаймыз. Ал егер де басқа центрлерде болсақ, бала жалаң аяқ келеді ғой, уже ода вальгус бар ма, майтабандылық бар ма, бірден қарап тексеруге болады. Яғни, майтабандылықтың өзі задержкаға әкеліп соғады. Өйткені бізде табанымызда 1000-нан астам нүкте бар. Сол нүктелердің дұрыс жұмыс жасамауынан, немесе кейбір қабылдамайтын балалар болады ғой, көп айтасың, содан кейін қабылдайтын. Вот сол балалардың майтабаннан да сондай жағдайлар болуы мүмкін. Ал енді бала келгеннен кейін оны қалай тексердік? Жалпы мен өзім арнайы осы сараптама бойынша құрастырған тест сұрақтарым бар. Яғни баланың ақыл есі даму деңгейін қалай тексерем? Арнайы блиц-опрос құрастырғанмын. Сол сұрақ бойынша балаға беремін, немесе балаға айтамын. Бала жауап берсе, ол жас ерекшелігіне байланысты ойлап тұр, дамуы дұрыс деп айталам. Ал егер де оған жауап бере алмаса, онда міндетті түрде артта қалушылық бар деген сөз. Бұл менде өзім құрастырған арнайы сұрақтар бар. Келесі ақыл ой даму деңгейін анықтап алдық. Енді келесі бізде не? Қиял тексеру. Жалпы қиял дегеніміз не? Белгілі бір сюжетная картинка беріледі балаға. Сол картинка бойынша бала қалай ойлап тұр, қалай қиялдап тұр сурет бойынша. Солай тексеруге болады. Яғни, оны қандай деңгейде сипаттай алады. Осылай қиял деңгейін анықтаймыз. Келесі бізде қиялын тексеріп болғаннан кейін балада фонематикалық есту қабілетін тексереміз. Және де зейіні қандай? Уже қиялын тексеріп жатқан кезде біз зейінді тұрақты ма, тұрақсыз емес па, соны байқап үлгеруімізге болады. Өйткені ол картинкаға қарап, белгілі бір уақытта зейін шоғырландыру керек. Егер де бала картинкаға бір қарап, орнынан тұрып, терезенің алдына барып, болмаса кабинеттегі басқа да материалдарды алып ұстап отырса, онда оның зейіннің тұрақсыз екенін, зейіннің белгілі бір жерге шоғырланбай тұрғанын анықтаймыз. Яғни, жас ерекшелігіне байланысты бірінші сыныпта зейін деңгейі қанша минут болу керек, екінші сыныпта қанша болу керек, немесе мектепке дейінгі балалардың зейін деңгейі, зейін шоғырланатын уақыт қанша минуттан болу керек, оның барлығы арнайы стандартта бар бізде. Ал енді 3 этаптан өттік, 4-ші этап біз оның фонематикалық есту қабілеті. Көбінесе ата-аналармен диагностика жүргізіп болғаннан кейін сіздің балаңызда фонематикалық есту қабілетінде өзгерістер бар десек, жоқ, мен балам құлағы естиді деп шығады. Бұл жерде шатасып тұр. Яғни, оның баласының құлағы естиді, алайда фонематикалық нарушение, яғни естіп тұрған сөзді дұрыс айтпайды. Яғни, бұл жерде біз қалай тексереміз? 3 буынды сөздерден бастап тексереміз. Бала қалай айтып тұр 3 буынды сөзді? Мысалға, домалақ деген сөзді доламақ деп айту мүмкін. Немесе бауырсақты тағы солай буынның орындарын ауыстырып айту мүмкін. Енді оның бірінші деңгей солай тексерсек, екінші деңгей ол бізде аузымызды жауып қағазбен, яғни қағазбен аузымызды жауып, қандай сөз айтып тұрмыз, соны бала біздің ернімізге қарамай естіп тұрған затын айту керек. Бұл бізде фонематикалық есту қабілетін тексеруге жатады. Одан кейін уже сөйлеу қабілетінің даму деңгейін анықтаймыз. Қазір мектепке келетін балалардың барлығы on air
2-3 деп келеді. Ол дегеніміз не? Общее недоразвитие речи, яғни сөйлеу тілінің жалпы дамымауының деңгейі. Яғни бірінші деңгей мектепке келмейді, ол жалпы мектепте оқытылмайды. Екінші, үшінші деңгей жалпы мектепте оқытылуға болады. Яғни екінші деңгей мен үшінші деңгейдің айырмашылығы қандай? Егер де сын есім қойылып тұрса, қандай деген сұраққа жауап беріп тұрса, ол болмауы, яғни ол екінші деңгей. Ал үшінші деңгейде бала сөйлемде сын есімді айтып тұр, бірақ жұрнақ жалғауларды дұрыс жалғамай тұрса, қазір бар ғой, көбіне орысшаланған ортада өскен балалар жұрнақ жалғауды дұрыс жалғамайды. Міне ол сөйлеу тілінің жалпы дамымауының үшінші деңгейіне жатады. Міне осылай анықтап аламыз. Оны қалай анықтаймыз? Арнайы суреттер беріледі. Мен де өзім құрастырған осындай шаблондар бар. Сол шаблондармен балалардың общее недоразвитие речи нешінші уровень екенін анықтап аламын. Ол на самом деле ПМК заключениесінде жазылған, бірақ ол қағазда жазылғанмен де әрбір дефектолог, әрбір маман оны өзі тағы да анықтап, зерттеп, диагностика жасап алу қажет. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, біз ұсақ моторикасын тексереміз, ірі моторикасын тексереміз. Есіктен кіріп келгеннен балада уже ірі моторикасын біз көреміз. Бала қалай жүріп келе жатыр, және де тепе-теңдік сақтай ала ма, бір аяқпен тұра ала ма, барлығын дұрыстап тексереміз. Секірген кезде екі аяқты қосып секіре ма, или бір аяқ артта қалып, екінші аяқ одан кейін келе ма? Міне осының барлығы ірі моторика дамымайды, ұсақ моторика дамымайды. Ұсақ моторика дамымай, соның сөйлеу қабілеті дамымайды. Міне осының барлығын нақтылап анықтап аламыз. Одан кейін барып тағы бір айтатын нәрсе, қазір көп балалардан қарап көріп жүрмін, балалар мұрынмен демалмайды, ауыздарын ашып ауызбен демалып жүреді. И сол ауызбен демалып жүрген балалардың көбіне тістері қарайып кеткен. Ол неден? Біз постоянно мұрынның демалудың орнына ауызбен демалады, ауыз ашық жүреді, миға кислород дұрыс бармайды, балада задержка содан пайда болады. Сол үшін ата-аналар кез келген жағдайда ауызы ашық жүрген баланы жауып жүруге үйрету керек деп ойлаймын. Енді осылай диагностикамызды жасап аламыз. Диагностикамызды жасап өзімізге жазып алғаннан кейін ПМК заключениесіне қарап, балада енді мектепке қандай программамен оқыту керек, соған қараймыз. Егер қазір екі программамен оқытамыз: жеке бағдарлама және бейімделген бағдарлама. Егер де балада бейімделген бағдарлама деп тұрса, әрбір маман әр 90 сайын программа құрады. Ал жеке бағдарлама деп тұрса, ол әр жарты жылдық сайын құрылады. Жалпы жеке бағдарламаны тек қана жеңіл ақыл ойының кемістігінде ғана, бұзылысында ғана беріледі жеке бағдарлама, ал қалған задержка ЗПР-лардың көбінде бейімделген бағдарламамен жұмыс жасаймыз. Жаңағы мен құрастырған диагностиканы жүргізетін арнайы сауалнамалар, арнайы шаблондар керек болса, менің телеграм каналымда бар. Сіздермен болған әсем әлем. Бүгінгі диагностикамыз осымен аяқталды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.